Ол әңгімесін бастады. Маралдың мен тұратын пәтерге қарсы орналасқан жалдамалы 2 бөлмелі тетя Машаның пәтеріне көшіп келгендеріне бірнеше ай өтіп, жасымыздың шамаластығына қарамай, бұлай ашық сырласып отырғанымыз бірінші рет. Ол өз өмірінен сыр шертті. 5 жыл бірге оқығанда егіз қоздай бірге жүріп, күйіп-сүйіп қосылған бекжігітпен 10 жыл бірге өмір сүріп, дүниеге 2 сәби әкелгенмен дәм түзіміз жараспай ажырасып кеттік. Бұрын ешкімді менсінбей махаббат деген адам өмірінде бір-ақ рет оянатын сезім деген ұстанымның жетегінде жүрген мен, жолым болмағаннан кейін бетім әбден қайтып қалды. Махаббат атты теңізге жұбыммен шомылуға үлкен әзірлікпен келген мен өмірдің үлкен соққысын алдым. Өмірде мен үшін бекжігіттен басқа жігіт те, еркек атаулы да болмайтындай еді. Сөйткен жұбайлық өмірмен сүргендей болса, өмірден еркексіз өтейін дегенмін. Сондықтан болар, еркек деген сөзді естісем болды, бір жабайы хайуанның атын естіп, көз алдыма қорқынышты бейнелер келетіндей. Түр басым келіскен, өз үсіме пысық әйел болған соң ба, әйтеуір үйленемін. Маған күйеуге шық, балаларың әке орнына әке болам дегендер де, я болмаса ойнап күлейік, өмір деген ертең ақ бір күндей болмай өте шығады, өкініп қаласың деп пәлсапа соғатындар да кездесті. Жұмысым банкте болғандықтан ба, жұмыстан да алдымыздан өтетін адамдардың көп еркектер еді. Қонақтық пен туған күн кештерінде немесе мейрамдағы отырыстарда біреулердің тұла бойымды бастан аяқ көзімен тітіп, еркек көзімен сынай қарағанын сезсем, сол жерден сылтау айтып, тезірек жылыстап кетіп қалуға тырысамын. Осылай балалар деп, жұмыс істеп жүргенімде күйеуіммен ажырасқаныма да зу етіп 4 жыл өте шығыпты. Жасым 35-ке толғанмен, маған 26-28-ден артық бермейді. Уақыт бәріне емші деген шын екен. Күйеуімнен көрген қорлығым ұмытыла бастады. Түн баласы азапқа түсе бастадым. Әсіресе махаббат, еркек пен әйел қатынасы туралы кітаптар оқып, телевизордан түнгі сеанстарды көрсем, төсегімде қырық аунап ұйықтай алмаймын. Өмір бойы әкеммен тұрып, оған тас қорғандай арқа сүйеп келген шешем де мені күйеусіз өліп қалатындай көріп, әйел қырық шырақты деген, бір шырағың сөнсе басқасы бар. Бетіңнің әрі барда сенімді біреуді тауып ал. Айналаңда жігіттер шыбында үймелеп жүр. Балалар саған қол байлау болмайды. Өзім бағып өсірем деп шыбынша үймелегендердің екеуінің жақсы жақтарын жеткізіп, тек мен тиген жағдайда қиналмай-ақ түзеліп кететін кемшіліктерін айтып, шілекше шаға бастайды. Бір балаға зар болып жүрген дос келіншегім Қарашашта, жоқ бекзаданы күткенің жетер, жерге түссеңші, ана жынды байсымағың басыңды ешкімге қарамайтындай дуалап қойған ғой дейді. Жігіттермен әзілдесіп ашық жарқын отырамын, одан әріге бара алмаймын. Одан әріге бару үшін басты бір нәрсе жетпейді. Ең аяғы жан тәнім мен дене құрылысымды қайта жасап шығу қажет сияқты. Төсек жайлы ойласам көңілім құлазып сала береді. Менің жанымды кім түсінсін? Ең жақын адамдарым да түсінбейді деп оңашада күрсінемін. Менің де ойнап күлгім келеді. Бір рет жолым болмады деп, өзімді әйел ретінде жерлеп тастамай сүйгім келген, сүйікті болғым келген. Біреудің сүйіктісі болсам, еркек құшағында ләззат алып, оған да ләззат беріп денем балқып жатса ғой шіркін дегенмін. Күйеуімен алғаш қосылғанда ұзындығы 3 метр, ені 2 метр пәтерде уақыттың қалай өткенін білмей, жан тәніміз қосылып, бір адамға айналып, жан ләззатымен тән ләззатына тоймай, күннің қалай атып, кештің қалай батқанын білмеуші едік. Бір-бірімізге керек нәрсе екіншіміздің бойымыздан табылатын. Еркек пен әйел қатынасының әліппесі бір бөлекте, ол туралы терең әңгіме бір бөлек екен. Еркек пен әйел қатынасы туралы терең әңгіме дегеннің өзі де өмірде кездесетін нәрселердің жартысын да толық суреттеп жеткізіп бере алмайды екен. Неге біздің мектептің жоғарғы кластарында жұбайлық өмірге үйретпейді екен деймін. Кішкентайымыздан тамақ ішуге, киім киюге, үсті басымызды таза ұстауға, оқуға, жұмыс істеуге үйретеді. Ал адамға ең керек нәрсе жұбайлық өмірге, еркек пен әйел қатынасына үйретпейді. Тіпті тыйым салынған нәрсе секілді сұрасаң, біреулері әлі саған ерте десе, екіншілері ол әркімнің жеке салатын дара соқпағы дейді. Ол соқпақты әркім өзінше салады. Ол ғылым болса, оны әркім өзінше оқып үйренеді. Біреу кітаптан, біреу көшеден, біреудің айтқанынан. Оған дағдыланатындар да біреуі жабайы түріне, біреу әдемісіне, біреу ерте, біреу кеш үйренеді екен. Өз соқпағын табамын деп адасып қателесіп жатқандар қаншама. Менің қолымда билік болса, күйеулерімен тату-тәтті тұрып жатқандарды да, 20 жастағы әйелдерді де бір бөлек, 30-дағыларын бір бөлек, 40-дағыларын бір бөлек үйретіп оқытса, тәжірибе алмасса, туындаған сұрақтарға
бірге жауап берсе көп мәселе шешілер еді. Еркек пен әйел арасындағы түсінбеушіліктер болмас еді, ажырасулар да аз болар еді. Балалар әкелері бола тұра тірі жетім атанбас еді деп ойлаймын. Көп проблема түсіністікпен, түсіне алмаудан, түсініскісі келмегендіктен туындайды емес пе? Жеңгенің, әпкенің, ененің ақыл кеңестермен шектеліп қалмау керек. Себебі бір үйдің, бір ауылдың әйелдеріне ұят көрінетін нәрсе екінші үй мен екінші ауылдың әйелдеріне ұят емес, қалыпты жағдай болып көрінуі мүмкін. Бұл мәселеге де кеңірек бір ауыл не бір облыстың шекарасында емес, одан да кеңірек қарау керек секілді. Менің күйеуіммен ажырасып кетуіме себеп, мен оны 5 жыл бойы қаншалықты сүйсем, 10 жыл бірге тұрған уақыт ішінде жақын біле келе, соншалықты жек көріп кеткенмін. Біздер кездесіп бірге қыдырып жүрген кезімізде ол маған тек жақсы жағынан көрінуге тырысқан. Мен де оны тек жақсы жағынан көруге тырысыппын. Ал екінші себеп арамызда еркек пен әйел арасындағы гармонияның, яғни үйлесімділіктің жоқтығынан да еді. Онымен төсекте әйелі болғандықтан амалсыздан жұбайлық міндетімді өтеу үшін жатамын. Ол өз қызығымен өзі болып жатқанда, мен оның бір қажет затының міндетін атқарып, ештеңеге араласпай, жұмысын қашан бітіреді екен, тез бітірсе екен деп жататымын. Кейде тезірек ұйықтап қалса екен деп, үй шаруасын істеп жүріп аламын. Бірақ ол ұйықтамайды. Оның айтуынша, артық энергияларын шығарып алмай ұйқысы келмейді екен. Одан қалса түнде де таңертең де мазалайтынын қайтерсің. Дүниеге бірінші сәбиім келгеннен кейін төсек мәселесі маған тозақ секілді көрінді. Еркек десе артынан төсек мәселесі қылтиятын білетін маған біреуді тауып алу қайдан. Еркектердің бірі жақсы көретінін, үйленгісі келетінін айтса, кейбірі мені тоқал ретінде алып, бөлек отау жасайтынын, ақшадан да басқасынан да кемдік көрмейтінімді айтып шаршады. Соңынан кейбіреуі неткен салқын әйелсің деп теріс айналса, күдер үзбеген кейбіреулері 3-4 жыл осылай тып-тыныш етегіңе намаз оқып жүресің бе деп, дені сау, өзі сұлу әйел әншейін ішкі мұңын сыртқа шығармай жазырады да деп аяушылық білдіргендей болады. Өмір, табиғат заңы өз дегенін істетеді ме, әлде өзімдей дос құрбыларымның сөз қамшы болды ма? Мен біреуді іздеуге бел шеше кірістім. Үйленемін дегендердің бірімен бірінші рет төсектес болып едім. Ертесіне ол мені меншіктеп алып, мен сені ұнатамын, төсекте де ұнайсың, үстіңе бір түсті көйлектер киіп жүр, мен көйлектеріңнің полоскасында, клеткасында ұнатпаймын деді. Менің қандай түсті көйлектерді ұнататынымды сұрағанда жоқ, оның үстіне бір түсті көйлектерін әкеліп тастағандай сөйледі. Оны осыдан кейін ұнатпайтынымды да төсекте де ұнамайтынын айтқан жоқпын, тек қош бол, енді хабарласпа дедім. Енді үйленемін дегендерді қойып, олар мені меншігіндегі заттай көретін секілді, тіпті олардың талғамымен киінуді де талап етпек. Ал мен өз басымның ерікті болғанын қалаймын. Ойнап күлейік дейтіндерді көрейік дедім. Олардың бірі әбекең, ресторанға барамыз, әдемі киініп отыр, алып кетемін деген соң барымды киіп шыққанда ол нағыз қыз жібектің өзі болыпсың ғой деп ризашылығын жасыра алмаған. Қымбат шетелдік машинасымен бір ресторанға апарды. Онда шу көп екен, музыкасы да кілең орысша деп екіншісіне апарды. Әбекеңнің де танымайтын кісісі жоқ екен. Мұнда да алғашқы ресторандағыдай біреулермен жапырласып амандасып жатыр. Онда қымбаттығына қарамай тамақ мәз емес екен деп, ақыры ортанқол кафеге отырдық. Бірнеше жұма онымен дружит етіп жүріп төсектес болғанда, 40-қа толмаған кәсіпкер жігітке сезім де әйел де керек емес, тек сұлуын ақ сүйірі не екінші әйелі бар деген атақ қана керек екенін түсініп, онымен де бір жола қоштастым. Шыбынша үймелегендердің ішіндегі екеуінен көңілім қалған үшінші бойда ажырасқан еркектен мен не үшін керекпін? Байы жоқ әйел болған соң коллекция үшін керекпін бе деп төтесінен сұрадым. Ол да жігіт екен, мәймен көлемей бірден тура жауабынан шалқамнан сөз жаздадым. Мен секстің әр түрімен айналысқым келеді. Видеолардан көргендерді істеп көрсем деймін. Еркек пен әйел төсекте бір-бірінің қалаған істеуге әзір болса ғана төсек қатынасының мәні ашылады деді. Мен мұндай пікірге келіспейтіндіктен эксперименттерге бара алмайтынымды білдірдім. Еркек пен әйелді төсек қатынасына апаратын жол меніңше өз-өзінен еш әрсірліксіз оянған сезімнен кейін табиғи түрде пайда болуы керек сияқты. Сөйтіп аз уақыт ішінде үш еркектің атын сызып тастап, жақсы еркектер әйелдерінің қасында ешкімге қажеті жоқ, жаман еркектің маған да қажеті жоқ деп өзімнің интимдік өміріме мораторий жариялап, алаңсыз тірлігіме кірістім. Тіпті еркек, жігіт дегенді бойымнан да ойымнан да өшірген